бұрын бір түрмеден шыққан бір жігіт түрмеден шыға салып қуанып ауылына қарай билет алып алып вокзалдан купеге бір билет алып алып жүгіріп барып пойызға отырып купенің есігін ашып қалса екі шымкентский жігіт отыр дейді. Соған екі шымкентский жігіт тұрып кел отыр танысып білісіп екі шымкентский жігітпен отырып ішіп сөйтеді. Екі шымкентский жігіт ана купеден шығып кетеді темекі шегіп деп екеуі шығып кеткен кезде пойыз резко тарс тоқтап қалады ғой. Тоқтап қалған кезде ана төбеде үшінші бір жігіт жатыр екен, сол айналып келеді. Ана жерде столға басынып қатты тағып ана жерде быт қан жоса вообще ана быт болып кетеді. Ана түрмеден жаңа ғана шыққан жігіт анаған қарап шок болып қалады ғой. Шок болып қарап тұрады да сосын мен мынаны төбеден құлап мынаған басып соғып өлді десе маған ешкім сенбейді. Түрмеден бүгін ғана шыққан болмайды мынау дейді да. Ана жерде жатқан адамды алады да терезеден почкасын ашып лақтырып жібереді ғой. Соған ары қарай дальше үшеуі түк болмағанда ішіп отырып соны ана екі шымкентский жігіт келіп соны төбедегі қайда отырып жаңа сендер шыққан кезде шығып кеткен бірге арттарына темекі шегу керек ғой. Қайдағы темекі оның өлгеніне 2 күн болды, оның жаназасын шығаруға апарып жатқанбыз деп. Баяғыда бір жігіт айдалада мал бағады екен да. Айдалада мал бағып жүріп бір күні қызға барғысы келді, қыз деген ғой. Қызға барғысы келді, қыз деген айдалада қайықтың қызы, қызда жоқ. Соны ар іздеп болмаған соң өзінің қорадағы бағып жүрген түйелеріне басы кетеді ғой. Сөйтіп арасынан бір ұрғаш тен ұстап алады да ар секіреді бері секіреді жете алмайды. Жете алмаған соң астына орындық қойып енді басайын деп жатқан кезде түйе алдыға жылжып кетеді екен. Соны қайтадан орындықтан түсіп қайтадан орындықтың артына қойып енді артына шығып басайын деп жатса түйе қайтадан жылжып кетеді екен алдыға. Соны ана жігіт енді соған қайтадан қойып енді шыққан саған бір алыстан бір қыздың дауысы шығады екен, құтқарыңдар деген. Ана жігіт сразу секіріп үстіне болып келіп жүгіріп барып қараса бір қыз құдыққа түсіп кетті. Соны құдықтың ішіне барып қараса бір қыз тұр дейді, құтқарыңызшы. Соны ана жігіт барғанда ана қыз бірдеңе істеп әйтеуір шығарып алыпты ана құдықтан. Соны ана қыз ана жігітке қарап тұрып сіз мені құтқарып қалдыңыз, енді сіздің бір тілегіңізді орындайын деген ғой. Соны ана жігіт ойланып тұрып ана қызға қарап түйені бас тастап қаласың ба деп.